Мұз айдыны спорт кешенінде волейболдан әуесқойлар арасында облыстық Орда лигасы бастау алды. Тоспадоп ойынын жанына серік еткен жастар үшін бұл жарыстың маңызы зор. Аймақтық біріншілікке өңірімізден 9 команда қатысып, өзара шеберлік байқасуда. Өткізіліп отырған жарыстың мақсаты аймақта волейбол ойынын насихаттап кеңінен дамыту. Сондай-ақ бұқара арасында салауатты өмір салтын қалыптастыру. Облыстық дене шынықтыру және спорт басқармасы мен мемлекеттік қызмет істері департаментінің қолдауымен құрылған Орда лигасы 18 бен 29 жас аралығындағы 150-ге жуық мемлекеттік қызметші қатысуда. Біріншілік 4 кезеңнен тұрады. Ойындар әр сайын кестеге сәйкес өтіп отырады. Біздің агенттік бар, облыстық спорт басқармасы бар. Осы екі мемлекеттік тобын қолдау таныту арқылы елбасымыздың жастар арасындағы бұқаралық спортты дамыту және жалпы спортты өзіне бір сенімді серік қылған азаматтардың басын қосу болып табылады. Мақсатымыз осы әуесқойлар арасында волейбол жарысын бір-бірімен насихаттау жөнінде және де осы жастарды бір-бірімен жақын қарым-қатынаста таныстырып, ары қарай өздерінің жаңағы іс тәжірибелерін алмасу ретінде өткізіліп жатқан жарыс.